Теміртау қаласының жергілікті полиция қызметінің қызметкерлері қала автобустарының жүктер мен жолаушыларды тасымалдайтын қалааралық және халықаралық автобустардың жол қауіпсіздігі саласындағы нормативті құқықтық актілері мен стандарттарының талаптарына сай техникалық жағдайы мен құрылымының сәйкес келуін тексеру бойынша іс-шаралар жүргізуде. Период с 18 по 20 Қазанның 18 мен 20 аралығында Теміртау аумағында автобус жедел алдын алу шарасы өткізілді. Шараның басты мақсаты автомобиль жолдарындағы жол апаттарын төмендету, жүктер мен жолаушыларды тасымалдайтын көлік жүргізушілері арасындағы көлік тәртібін арттыру, жол қозғалысын қадағалауды күшейту. Айта кетейік, осы жылдың өткен 9 айында Теміртауда барлығы 48 жол көлік оқиғасы тіркеуге алынған. Оның ішінде 7 адам оқиға орын алған жерде қаза тапса, 49 адам әртүрлі дене жарақаттарын алған. по количеству дорожно-транспортных происшествий наблюдается снижение на 22,6%. Өткен жылдарға қарағанда қалада жол көлік апаты 22,6%-ға азайды. Алайда өкінішке орай қаза тапқандар саны бұрынғы статистикаға қарағанда сәл жоғары. Апат орын алған уақытта әртүрлі дене жарақаттарын алушылар саны да биыл едәуір төмендеген. 2 күн қатарынан жүргізілген жедел алдын алу шарасының негізінде шаһар аумағынан 35 құқық бұзушылық анықталған. Оның ішінде бір мас күйінде көлік жүргізген такси жүргізушісі ұсталды. Адам тасымалдайтын көлік қатарына жататындықтан такси жүргізушісіне қажетті шаралар қолданылды. Жергілікті полиция қызметкерлері жүйелі түрде өткізіп отыратын алдын алу іс-шаралары жолаушылар тасымалдайтын автокөліктердің қатысуымен орын алатын жол көлік оқиғаларының жолын кесіп, санын азайтады деп сенеді.